Қайырлы күн оқушылар. Бүгін сендермен 4-ші сынып 21-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы 2-ге, 5-ке, 10-ға бөлінгіштік белгілері. Бірінші тапсырма. Сандарды оқы, қандай сандар 10-ға бөлінеді деп ойлайсың. Бірінші 34.560 саны берілген. 10-ға бөлінетін сандардың соңғы нөлмен аяқталуы керек. Яғни бұл тура келеді. 34.560. Келесі, соңғы нөлмен аяқталып тұрған жоқ, бұл дұрыс келмейді. Бұл да дұрыс келмейді. 42.650. Ол 10-ға бөлінеді. 42.650 саны. Келесі, бұл тура келеді. Бұл да тура келеді. 65.540 саны. Келесі 65.403 саны тура келмейді. Келесі анықтама. Нөлмен аяқталатын сандар 10-ға бөлінеді. Нөлмен және 5-пен аяқталатын сандар 5-ке бөлінеді. Яғни, нөлмен аяқталатын сандар 10-ға бөлінеді. Нөлмен және 5-пен аяқталатын сандар 5-ке бөлінеді. Нөлмен 2-мен 4-пен 6-мен 8-пен аяқталатын сандар нөлмен 2-мен 4-пен 6-мен 8-пен аяқталатын сандар 2-ге бөлінеді. Бұл есте сақтау керек. Келесі екінші тапсырма. Бұл жерде қайсы сандар 5-ке бөлінеді, қайсы сандар 2-ге бөлінеді деп тұр. Бірінші санымыз соңғы 2-мен аяқталып тұр, 2-ге бөлінеді. Сонда 48.732. Келесі саны 8.732 саны да 2-ге бөлінеді. Келесі 54.270 саны 2-ге де 5-ке де бөлінеді. 54.270 саны. Келесі 54.275 саны ол 5-ке бөлінеді. Келесі 30.876 саны 2-ге бөлінеді. Келесі 30.875 саны 5-ге бөлінеді. Келесі 847 саны 2-ге бөлінбейді. 885 саны 5-ге бөлінеді. 854 саны 2-ге бөлінеді. 3671 саны 2-ге де бөлінбейді. Келесі тапсырма. Өз тұжырымыңды дәлелдеп, бөлуді орында, көбейту арқылы тексер деп тұр. Бірінші 54.270-ті 5-ге бөлетін болсақ, 5-тің ішінде 5 бір рет бар, 4-тің ішінде 5 0 рет бар, 42-нің ішінде 5 8 рет бар, 27-нің ішінде 5 рет бар, 20-нің ішінде 5 4 рет бар. Сонда жауабы 10.854. Оны 5-ге көбейтетін болсақ, 54.270. Келесі 54.275. 5-нің ішінде 5 бір рет бар, 4-тің ішінде 0 рет бар, 42-нің ішінде 8 рет бар, 27-нің ішінде 5 рет бар, 25-тің ішінде 5 рет бар. Жауабы 10.855. Оны 5-ге көбейтсек, 54.275. Келесі 30.875-ті 5-ге бөлсек, 3175. Оны 5-ге көбейттім. 30.875 шығып тұр. Келесі тапсырмада 2-ге бөлу керек. Яғни бірінші берген 48.732-ні 2-ге бөлетін болсақ, 4-тің ішінде 2 рет бар, 8-нің ішінде 4 рет бар, 7-нің ішінде 3 рет бар, 13-тің ішінде 6 рет бар, 12-нің ішінде 6 рет бар. 24.366. 12-ге көбейтетін болса, 48.732. Келесі 8.732 саны 12-ге бөлетін болсақ, 4.366. Ал көбейтетін болсақ, 2-ге 8.732. Соңғысы 854 санын 2-ге бөлетін болсақ, 427. 12-ге көбейтсек 854-ге тең болады. Келесі тапсырма. Бұл жерде кестеден 5-ке 10-ға бөлінетін сандарды тап деп тұр. Бірінші жаңа айттық. 5 сандарының соңғы 0 және 5-пен аяқталу керек, ал 10 сандарының соңғы 0-мен аяқталу керек. Бірінші 12 саны тура келмейді. 18 қате, 24-те қате. Ал 35 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Яғни оны жазамыз 5-ке де 10-ға да бөлінеді деп. Келесі 36 бөлінбейді, 39 бөлінбейді, 40 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 40 саны жазамыз 40 деп. Келесі 49 саны бөлінбейді, 52 бөлінбейді, 57 бөлінбейді, 60 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 60 сандарын жазып шығамыз. Келесі 63 бөлінбейді, 64 жоқ, 81 жоқ, 92 жоқ, 96 жоқ, 99 жоқ, 100 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Келесі 112 жоқ, 124 жоқ, 156 жоқ, 164 жоқ, 200 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Оны да жазамыз. Келесі 290 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Оны да жазып аламыз. 10-ға да бөлінеді. Келесі 325 саны 5-ке бөлінеді. Оны жазамыз. Келесі 384 бөлінбейді, 450 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 450 деп. Келесі 500 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 618 бөлінбейді, 872 бөлінбейді. 1000 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 1000
мың деп жазамыз. Келесі 1224 бөлінбейді, 1815 5-ке бөлінеді. 3156 жоқ, 5016 жоқ, 1110 саны 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Келесі 12328 жоқ, 25000 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Келесі 60000 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 5-ке де 10-ға да бөлінеді. Келесі жоқ. Келесі 124750 5-ке де 10-ға да бөлінеді. 124750. Келесі 715032 екеуіне де бөлінбейді. Келесі тапсырма. Эйлер дөңгелегін салып, оған кестеден 4 санын алып жаз. Яғни бірінші көк домалақта 2-ке бөлінетін сандар болу керек. Мысалы 36, 18, 24, 8 сандар сияқты. Яғни 4-еуі де 8-ге бөлінеді. Мысалы, екінші қызыл дөңгелекте 5-ке бөлінетін сандар болу керек. Мысалы 325, 65, 85 деген сияқты сандар болу керек. Ал мына ортасында тұрған 2-ке де 5-ке де бөлінетін сандар болу керек. Мысалы 100 саны, 200 саны, 50 саны деген сияқты сандар болу керек. Келесі тапсырма. Арман достарымен стадионға футбол ойынын көруге келді. Стадионның 4 секторына 21370 жанкүйер орналасты. Бірінші секторда 9240, ал екінші секторда бірінші секторға қарағанда 890 жанкүйер артық отырды. Қалғандары үшінші және төртінші секторларға теңдей бөлінді. Үшінші секторда қанша жанкүйер бар деп тұр. Бірінші сектор белгілі 9240 не отыр, жанкүйер отыр. Ал екінші сектор біріншісіне қарағанда 890-ға артық. Бізге табу керек 3 пен 4-ші сектор. Жалпы 21370 адам бар, жанкүйер бар. Енді бірінші, екінші секторды тауып алайық. 9240-қа 890-ды қосатын болса, 10130 жанкүйер бар екен екінші секторда. Ал жалпы 21370-ден азайтамыз. Бірінші сектор мен екінші сектордың қосындысын азайтсақ 2000. Яғни үшінші мен төртінші секторда 2000 адамнан бар. Ал енді үшінші секторда табатын болсақ 2000-ды бөлеміз 2-ке, яғни үшінші секторда 1000 жанкүйер бар екен. Сектор. Келесі тапсырма. Бір күн ішінде стадионның 3 кассасында 5240 билет сатылды. Бірінші кассада 1240 билет сатылды. Бұл екінші кассаға қарағанда 2 есе артық. Кассада қанша билет сатылды деп тұр, яғни екінші кассада қанша билет сатылды. Бірінші кассада 1240 билет сатылды, ал екінші касса бірінші кассаға қарағанда 2 есе кем болып тұр. Жалпы 5240 билет бар. Бізге табу керек үшінші кассада қанша билет бар. Бізге екінші кассаны тауып алуымыз керек. Бірінші кассаға қарағанда 2 есе кем деп тұр, яғни 1240-ты 2-ке бөлсек, яғни екінші кассада 620 билет бар. Енді бірінші және екінші кассадан табу үшін екеуін қосамыз, сонда 1860-қа тең болады. Ал енді үшінші кассаны табу үшін жалпы бізде 5240 билет бар. Одан бірінші және екінші билетті азайтатын болсақ, үшінші кассада 3380 билет бар. Жауабы үшінші кассада 3380 билет сатылды. Келесі тапсырма. Есеп шығар, мәтіннен математикалық шамаларды таңдап алып, өз есебіңді құрастыр деп тұр. Футбол ойында билет сатылып жатқан балалар кассаға 10 000 теңге төледі. Олар 1225 теңгеден 3 билет және 1485 теңгеден 4 билет сатып алды. Балаларға қанша ақша қайтарды, қандай қағаз ақшамен және монеттермен қайтарылды деп тұр. Яғни 3 билет 1225 теңгеден, 4 билет 1485 теңгеден төледі. 10 000 теңге неше теңгелері қалды деп тұр. Бірінші 1225-ті 3-ке көбейтеміз. 3 билеттің бағасы 3675. Одан кейін 1485-ті 4-ке көбейтеміз. Бұл 4 билеттің бағасы 5940. Енді балаларда 10 000 теңге болды. Жалпы жаңа 7 билеттің сомасын азайтатын болсақ, балаларға 385 теңге қайтарды. Оны 1-200 теңге, 100 теңге, 150 теңге, 120 теңге және 110 теңге, 5 теңгемен қайтарды. Жауабымыз 385 теңге қайтарған болып тұр. Келесі 6-шы тапсырма.
3000 бұл жерде есепте және тексер деп тұр. 3002-ні 4-ке көбейттік. Яғни 2-ні 4-ке көбейтетін болсақ 8 болады. 0-ді 4-ке көбейтетін болсақ 0 болады. Тағы 0-ді 4-ке көбейтетін болсақ 0 болады. 3-ті 4-ке көбейтетін болсақ 12 болады. Ал жауабы 12008 шықты. Енді бұл жерде 12-дің ішінде 4 3 реттен бар, 0-дің ішінде 0 рет бар, тағы 0-дің ішінде 0 рет бар, 8-дің ішінде 4 2 рет бар. Жауабы 3002 шықты. Тексердік. Келесі дәл сондай 820,365-ті 5-ке бөлетін болсақ, 164,073-ке тең болады. Оны 5-ке көбейтетін болсақ, 820,365-ке тең болады. Келесі 16004. Бұл жерде 16004-ті 6-ға көбейтетін болсақ, 96024 шықты. 96024-ті 6-ға бөлдім. 16004 шығады. Калькулятормен есептеп көрсеңдер болады. Келесі 480,306-ны 2-ке бөлетін болсақ, 240,153. Оны 2-ке көбейтсек, 480,306 шығады. Келесі тапсырма. Сенің туған күніңе достарың келді. Сен олармен өзің құрастырған үсті ойынын ойнауды жоспарладың. Ойын үшін барлық ойыншыға теңдей бөліп берілген қима қағаздары қажет. Ойынды 5 ойыншыда 10 ойыншыда ойнай алатын қанша қима қағаз әзірлеу қажет. Әртүрлі нұсқаларды қарастыр деп тұр бұл жерде. Мысалы, 5-ке де 10-ға да бөлінетін сандар болуы керек, иә. 5-ке де 10-ға да бөлінетін сандар 40 санын 5-ке бөлетін болсақ 8, 40 санын 10-ға бөлетін болсақ 4 болады. Ал екінші сан 40 санын 5-ке бөлетін болсақ, екінші 60 санын 5-ке бөлетін болсақ 12, 60 санын 10-ға бөлетін болсақ 6 болады. Келесі 8 санын келесі 80 санын 5-ке бөлетін болсақ 16, 80 санын 10-ға бөлетін болсақ 8-ге тең болады. Бұл жерде нұсқалармен жазатын болсақ, 5 ойыншы 8 қима қағаздан, ал 6 ойыншы 4 қима қағаздан алуға болады. Екінші нұсқасы 5 ойыншы 12 қима қағаздан, 10 ойыншы 6 қима қағаздан. Келесі нұсқа 5 ойыншы 16 қима қағаздан, 10 ойыншы 8 қима қағаздан алуға болады. Келесі тапсырма. Берілген сандарды 5-ке бөлу үшін олардың әрқайсысына қандай ең кіші санды қосу қажет. Яғни 5-ке бөлу үшін 1289-ды 5-ке бөлу үшін 1-ді қоссақ болады. Сонда 1290-ға тең болады. 1290-ды бөлеміз 5-ке. 258 болады. Келесі 5-ке бөлу үшін 2-ні қосамыз. 470,125 болады. 470,125-ті бөлемін 5-ке. 94,025-ке тең болады. Келесі 200,531 4-ті қосатын болсақ, 200,535, яғни бұл 5-ке бөлінеді. 200,000 себебі соңғы сан 5-пен аяқталып тұр. 5-ке бөлеміз. 40,107. Енді осыған ұқсас тапсырма құрастыр деп тұр. Мысалға, 6237. Мысалы, оған 3-ті қосатын болсақ, 6240 болады. 6240 саны да 5-ке бөлінеді. 1248-ге тең болады. Келесі 9-шы тапсырма. 9 қабатты үйде жедел саты бар. Бірінші қабатта 2 адам, екінші қабатта 4 адам, үшінші қабатта 8 адам, төртінші қабатта 16 адам, бесінші қабатта 32 адам, тағы сол сияқты тұрады деді. Осы үйде жедел саттың қай батырмасы бәрінен де көп басылды деп тұр. Бірінші қабатта 2 адам, 2 адам, екінші қабатта 4 адам, үшінші қабатта 8 адам, төртінші қабатта 16 адам, бесінші қабатта 32 адам деп тұр. Келесі осылай өсіп отыр. Мысалға, жоқ, енді бізге керек өз суретіне жазу керек. Яғни бірінші қабатта 2 адам дедік. Одан кейін екінші қабатта 4 адам, үшінші қабатта 8 адам, төртінші қабатта 16 адам, бесінші қабатта
32 адам, 6-алтыншы қабатта 64 адам, 7-ші қабатта 128 адам, 8-ші қабатта 256 адам, 9-ші қабатта 512 адам. Яғни 2 есеге артып отыр, иә. Бізге енді керегі қай қабатта ең көп батырма басылады. Сонда бірінші қабатта ең көп батырма басылады. Себебі 9-ші этажда тұратын 512 адам бірінші қабатта басып түседі. Сондықтан да жауабымыз бірінші батырма. Келесі тапсырма А нұсқасында 0-ден 9-ға дейінгі цифрлардан 2-ге бөлінетін 4 таңбалы 3 сан жаз деп тұр. Мысалға 0 мен 9-ның аралығында болу керек, 4 таңбалы болу керек, яғни ол 2-ге бөлінетін. Мысалы, 2320 санын алатын болсақ, 4 таңбалы болып тұр. Оны 2-ге бөлетін болсақ, 1160-қа тең. Екінші, 5342 санын алайық. Оны бөлеміз 2-ге, жауабы 2671 шығады. Келесі 1000 санын алсақ болады. Бөлеміз 2-ге, жауабы 500 шығады. Келесі А нұсқасы. Сол сандарды 5-ке бөлінетін 5 таңбалы сандарға айналдыр деп тұр, иә. Енді осы сандарды 5-ке бөлу үшін қоссақ болады кез келген санды. Мысалға 2320. 2320 саны ол 5-ке бөлінеді. 464-ке тең болады. Келесі 5342 саны ол 5-ке бөлінбейді. Сондықтан да 5342-ге қосамыз 3-ті. Сонда 5345 болады. Енді 5345-ті бөлеміз 5-ке, 1069-ға тең. Келесі сан бізде 1000 саны, иә. 1000 саны ол да 5-ке бөлінеді. Бөлеміз 5-ке, жауабы 200-ге тең болады. Келесі Б нұсқасында 0, 1, 2, 3, 4, 5 цифрларынан 10-ға бөлінетін 6 таңбалы сан жазу керек. Б. Бірінші жазайық. 56 таңбалы сан жазатын болсақ, 543210 деп жазайық. Ол 10-ға бөлінеді. Яғни 1 нөлі қысқарады. 54321-ге тең болады. Келесі сан 432150 деп алайық. 150. Ол 10-ға бөлінетін болсақ, тағы 1 нөл қысқарады. 43215-ге тең болды. Сонымен бүгінгі 4-ші сынып 21-ші сабақ аяқталды. Видеоға лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.